Assalamu alaikum dostlar. Siyana suragan jigitler. 20-жылғы Siyana suradыңыздар. Міне 20-жылғы Siyana. Свет мокрый асфальт. Объем 4,5. Салон полный кожа. Серый кожамен. Ақшағының бәрі электрический есікпен. По Carfax'ын тексеріп көрген жоқпыз. Төбесінде люкпен. Ортада монитор жоқ. XL лимитет емес. Курсы юзер болады. Бағасы $23,500. Кімге қызықтырады, саудаласуға болады. Бұл қатып қалған бағасы емес. Пробег көрсеңіздер болады. 20,533 миль пробег. Салоны бәрі жақсы. По Carfax'ымды чисто 20-жылғы. Қазір фонарик жарып көрсетейін. Ровно 20-жылғы скрин жасап Carfax'ын көрсеңіздер болады. Кімге ұнатады, хабарлассаңыздар болады. Ассаламу алейкум достар. Сатылымда Toyota Camry 70-тік комплектация есе. Carfax бойынша терсеңіздер болады. Ешқандай airbag ашылмаған, артқы вампер түсіп қалған. Алдынан тоже сондай бір вампер түсіп қалған ба, или өздеріңіз көрсеңіздер болады. Ешқандай қатты удар болмаған. 16,400 срочно ертеңге дейін бронь жасап қойдым. Кім алады? Срочно хабарлассаңыздар болады. 63,000 пробег, ішінің бәрін химчистки полный тазалап қойған. Өз бағасы түсірген бағам. Міне Carfax'тан тексерсеңіздер болады. 18 жыл 11 ай. 16,400 жігіттер. Мынандай Camry алатын болсаңыздар, алып қалыңыздар. Свет әдемі, мокрый асфальт. Комплектациясы. Кімді қызықтырады? Алып алыңыздар мына Camry. Артының бәрі тап-таза, тазалап қойған полностью. Заводской нелермен тұр. Carfax'ын көріңіздер, соң айтасыздар. Бұндай Camry қымбат сұрап тұр, бұндай повреждениемен. Ассаламу алейкум достар. Тағы бір Siyana жігіттер. Екі жағы электрический есікпен, LE комплектация. Carfax бойынша мына есікте, мына крылода повреждение болған, ешқандай airbag ашылмаған. Кімге қызықтырады жігіттер, сразу задаткілеріңіз жіберіңіздер. Машиненің бағасы 11,500, ертеңге дейін $100 беріп бронь жасап қойдық. Көрсеңіздер болады. Салонның бәрін полный химчистки жасап қойған, тап-таза. Пробег. Артық ешқандай датчик жанып тұрған жоқ. Мынау шинаның датчигі. 78,000 пробег. Көрсеңіздер болады. Carfax'ын скрин жасап көріңіздер өздеріңіз. Кімге қызықтырады, срочно хабарласыңыздар. Машиненің жағдайы жақсы и арзан баға. Бұл жерден почти 5-ші машинені алып отыр. Давайте үлгеріп қалыңыздар. Телефон нөмірін бәрін қалдырам. Сразу звондамаңыздар, WhatsApp-қа жазсаңыздар, жауап береміз. Достар, көбі бізден Toyota Rush сұрады. VV-Ty мотор. Объем 1,5, 2021 жылғы. Көріңіздер. Көбісі Rush сұрады. Мынау өте жақсы вариант. 1,5 объеммен тиімді вариант, жақсы шығады. 7 орындық. Арты осындай. Куш-стартпен. Кілті. Пробег 31,000 километр. Жағдай как новый. Велюр. Қараңыздар, как новый. Кондер айқайлап тұр. Rush сұрағандар, хабарласыңыздар. Жеті орындық, экономичный, рахат. Okay, my friend.
Мынаны подключ аппаратын болсаңыздар 10 миллион 500, 10 миллион 600 шамасына шығады. Енді салондағы Ларгустың бағасын қараңыздар. 12 миллион сұрап тұр ғой. Мынау оңғасына Toyota ғой мынау, брат. Ларгус алғанша намайша дұрыс қой мынау. Ларгус салонда 12 миллион дей ме? Ассалаумалейкум достар. Inex 350 4 ВД, объем 2.4. Комплектация полная. Панорамная крыша. Екім 22, 0 пробег. Бесключевой доступ. Екі жағы есігінде. 20 дискіде. Ең соңғы модель. Inex 350. Комплектация жирный. Кімге қызықтырады, алдында ана Прадын түсірген кезде айтып жатыр еді, осыны түсіріп берші деп. Кімнің ақшасы бар, хаваласыңдар. Панорамный крыша. 360 камера, 3D. Нормально? Баса шығашы еді. Ішіне кнопка бар. Басасын татасы. Ручка қозғалмайды бір. Ассалаумалейкум достар. Хайс сұрағандар 2020 жылы таза беркі бойынша. Хайс бар. Пробег 132 000 километр. Кәдімге қызық хайс алдында бір көп хайс сұрап кетіп еді. Сол үшін түсіріп жатқаным ғой. Арабтарға арналып шығарған. Toyota хайс. Так, бағасы $29 000 деді ме жаңа? Сондай деді. Хаваласыңыздар, кімге қызық хайс. Бізде 27 миллион тұрады екен, мұнау $29 000 алатын болса, 14 миллион бірдеңе өз бағасы. Одан плюс доставка услугы, растамыш қосылғаны бізден арзан шығып кетеді ау. Брат, мынау бар. 2.7 бензин, но механика емес, автомат, полная комплектация. $31 800 ма, сондай. Қызыл сиденье, велюр, пуш-стартпен, бесключевой доступ. Полный кетеді мынау салондағысы. Механика болмай тұр мұнда. Механика керек болса табамыз ғой. Бесключевой доступ. Модель 22. Короче, осы, братан. Потом міне мокрый асфальт. Дерсі көрінеді екен. Мына жақта ақтыр бар. Şu задний камерамен бұларда. Полный ғой. Бұл да сондай комплектацияда. Ассалаумалейкум достар. Kia Sorento 2018. Объем 2.4. Қараңыздар. Алдындағыдай вариант. Көк цвет. Полный капот бәрі заводской өзінікі. Повреждение крыло. Есіктің шеті. Крыло ауысқан, есіктің шеті жасалған. Капот оригинал. И потом мына жақ крыло краскілеген. Көріңіздер. Салоны бәрі таптаза. Пробег 82 000 бірдеңе миль. Бұны талшымеркімен тексерді. Бағасы $14 000.
Осы жігіттен постоянно көлік аламыз. Алдында серебристый Сарентоны да осы жігіттен алдық. Хабарласыңыздар, кімге қызықтырады. Салон үйлер. Ассалаумалейкум достар. 2019 жылғы Элантра состояние деген енді жанып тұр. Сиденькі велюр, қалған жерлердің барлығы. Қараңыздар, барлығы бар. Мертвой зонаны көрсететін айнада датчик бар. Мультируль полный, үлкен монитормен, пробег 78.000 миль. Қараңыздар. Салондар бәрі четкий, идеальный. Побирка, винкод, Carfax'ын көріп жүрсеңіздер. Жағдайы деген ләлә. Полный биркісімен, как положен, көрдіңіздер ғой. Титанкымен, покрышкалардың жағдайы жақсы. Көрдіңіздер. Задний камерамен. Дерзкий вариант. Титанкада шамалы царапиналар бар. Ештеңе етпейді. Американецтер осы жақтағылар сөйтіп айтады, өзі біздің қазақтар сияқты емес. Титанка 20 айдан өтіп. Астары бар, қап-таза, қап-қарасымен тұр. Үлкен монитормен көп табылмайды. Мынандай комплектацияда барлығы бар. Тек сиденье велюр. Мына жер көр. Жақсы вариант, хабарласып қалыңыздар. Кондер барлығы четко жасап тұр. Машина жағдайы жақсы. Машина айдап көрейін деп жатырмық. Задний камера. Ешқандай чек жанып тұрған жоқ, тек бензиннен басқа.